Қайырлы күн, достар. Сіздермен бүгін Тарих мектебі каналы Ұлы Жібек жолы бойындағы орта ғасырлық қалалар тақырыбын ұсынады. Ұлы Жібек жолы біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырда Қытайдан бастау алып, Қазақстанның шекарасында біздің заманымызға дейінгі 1 ғасырда келіп жетеді. Жетісу қақпасы арқылы енген Ұлы Жібек жолы Испиджаб қаласының бойынан екіге бөлініп өтеді. Оңтүстік және солтүстік бағыттарға бағыт алады. Және осы Ұлы Жібек жолы бойында 4 үлкен патшалық құрылады. Түркілер елі сәйгүліктер патшалығы, Қытай елі адамдар патшалығы, пілдер патшалығы болып Үндістан аталса, асылтастар патшалығы деп Византия мойындалған. Енді осы Ұлы Жібек жолы бойында тек қана патшалықтар ғана құрылып қойған жоқ, сонымен бірге ірі қалалар салынғаны белгілі. Енді қала деген сөздің мағынасына келіп тоқтайық. Жалпы қала деген сөз аударған кезде көпір деген мағынаны білдіреді. Неге көпір? Өйткені адамдардың өте көп өтетін жері көпір болғандықтан ол жерлерде сауда орындары ашылған екен. Ал сауда орындары көп жерлерде адамдар біртіндеп қоныстана бастаған. Яғни осылай ең алғашқы қалалардың іріленуі Ұлы Жібек жолы бойындағы керуен жолында пайда болды. Енді осы Ұлы Жібек жолы бойында тек қана қалалар мекендеген жоқ, осы қалаларды салуға керуендердің басшылары тікелей әсер етті. Себебі олар бір орында ұзақ уақыт сауда жасайтындықтан ары бері көшу үшін және қайтадан осы жерге айналып келу үшін олар өздеріне сауда керуендерін сала бастады, сарайларын. Осы сауда сарайларында олар ұзақ уақыт өмір сүріп, өзара бірнеше мәдениеттердің араласуына әкеп соқтырды. Тек қана қала мәдениеті сауда ғана өрбіп қойған жоқ, ол жердегі халықтардың арасында дін араласты, мәдениет араласты, өнер араласты, киім кию дәстүрі араласты, бұрын соңды көрмеген сауда бұйымдарымен танысты деген сияқты ерекшеліктер жүрді. Сонымен бірге орта ғасырлық қалалар ұзақ уақыт ол жерде сауда жүргізгендіктен міндетті түрде теңгелер соғатын шеберханалар аша бастады. Әсіресе 11 ғасырдың бірінші ширегінде Тараз және Испиджаб қалаларында теңге жасайтын сарайлар танымал болды. Алғашқы кезде қалаларда мыстан жасалған теңгелер қолданысқа енсе, халықаралық сауда-саттықта күміс теңгелер кеңінен қолданыла бастады. Тіпті ғалымдар 11 ғасырдың 70 жылдарынан бастап күміс теңгелердің орнына сауда айналымда алтын теңгелердің қолданыла бастағанын анықтап отыр. Әсіресе бұл Шу алқабындағы қалалар өркендеген үлкен аймақта көрінді. 7-8 ғасырларда қала мәдениеті өте қатты дамып, Сырдарияның төменгі ағысындағы Яңгикен, Сығанақ, Жент тәрізді қалалар орталық және шығыс Қазақстанда өркендеген 78 қала кездеседі. Исламдану үдерісінің күшеюіне Мәуереннахр мен оңтүстік Қазақстан қалалары маңызды рөл атқарды. Оларда түркілердің қала архитектурасында мешіттер негізгі құрылысқа айналды. Ислам сәулет өнері негізінде де медреселер, мазарлар, ханакалар, яғни ханака дегеніміз сопылық орталықтар, қоғамдық моншалар пайда болды. Енді қалалардың құрылысы орта ғасырлық 3 бөлшекке бөлінуімен ерекшеленеді. Міндетті түрде әр бөлшек қалада қорғанмен қоршалатын еді. Ең бірінші орталығында тұрған қорғаны бар бөлім цитадель деп аталады. Ол жерде қала басшысы өмір сүрді. Цитадельдің сыртында Шахристан орналасты. Шахристанда қала билеушілері, әкімдер, ірі байлар және қала қонақтары мекен етті. Сыйлы қонақтар, әрине, тиісінше. Ал Шахристанның сыртында Рабат деп аталатын 3-ші бөлік болды. Ол Рабатта қаланың тұрғындары, яғни малшылар, егіншілер, ұсталар, кәсіпкерлер деген сияқты өмір сүрді. Яғни 3 деңгейден құралатын осындай қала қорғанысы өздерінің сыртқы қорғаныстарын және сыртқы жаудан қорғану үшін жасалған болатын. Енді қандай ірі қалалар өмір сүрді, соған келіп тоқтайық.
4-9 ғасырларда түріктердің қалалық мәдениеті ең дамыған ірі аймақтар ол оңтүстік Қазақстан және Жетісу болады. Оңтүстік Қазақстанда біз Отырар, Ясы, Сауран, Сығанақ сияқты қалаларын атаймыз, өйткені бұл қалалар отырықшы мәдениеттің орталығы болған қалалар. Және Жетісу аймағын бөліп аламыз, өйткені ол Моңғол шапқыншылығы басталғанға дейін 200 қаланы өрбіткен негізгі мәдени орталық болып есептеледі. Бізге жеткен ірі қалалары Талхир, Талғар, Тараз, Қойлық, Баласағұн, Алмалық қалалары. Моңғол шапқыншылығынан кейін бар жоғы Жетісу аймағында 18-ге жуық қана қала қалған екен. Ең бірінші ірі қала ол Тараз. Ұлы Жібек жолы бойындағы Талас алқабындағы ең ірі қалалардың бірі болды. Әлі күнге дейін Тараз қаласы өмір сүріп жатыр. Тарихи деректерде Көпестер қаласы деп аталады. 10 ғасырдың географы Әл-Мақдиси Тараз қаласын 4 қақпасы, мешіті бар, халқы тығыз қоныстанған және әдемі бау-бақшаға толы қала ретінде суреттейді. 10-13 ғасырларда халықаралық сауда жолына өте қолайлы болған 9 жолдың торабында орналасқан әдемі қала болып есептеледі. Келесі Испиджаб қаласы. Испиджаб қаласы Ұлы Жібек жолы бойындағы екіге бөлінетін оңтүстік-солтүстік бағыттағы жолдардың торабы түйіскен жер Испиджаб қаласы. Тарихи деректерде, әсіресе Қытай деректерінде Испиджабты ақ өзен бойындағы қала деп сипаттайды. Кейіннен 7 ғасырлардан кейін Испиджабтың аты Сайрам қаласы деп кездесе бастайды тарихта. Испиджаб қаласы толығымен жойылған, моңғол шапқыншылығына берілмей, жермен-жексен тып-типыл жойылған қалалардың бірі. Баласағұн қаласы ол оңтүстік батыс Жетісу жерінде Шу алқабында орналасқан. 10 ғасырда араб географы Әл-Мақдисидің мәлімдеуінше, осы қала игілікке ең бай үлкен қала деп сипатталған екен. Баласағұн қаласы да моңғол шапқыншылығынан кейін жойылып кеткен. Баласағұн қаласының тарихи деректердегі кездесетін аты Ақтөбе деп аталады. Бұл Ақтөбені біз Батыс Қазақстандағы Ақтөбе қаласымен шатастыруға болмайды. Бұл екеуі екі түрлі қала. Келесі қаламыз ол Суяб. Суяб қаласы Шу алқабында орналасқан орта ғасырлық қала. Өте көптеген ірі мемлекеттердің халықаралық байланысын жүргізуде өте маңызды рөл атқарған. Суяб қаласын тарихта біз түрік, батыс түрік, түргеш, қарлұқ сияқты қағанаттардың орталығы болғанымен есімізде қатты сақтап қаламыз. Суяб қаласы ең ірі сауда және саяси орталық болған. Келесі Сығанақ қаласы. Ол оңтүстік Қазақстан жерінде Сыр бойында пайда болған көне қалалардың бірі Сығанақ. 11 ғасырдан бастап Қыпшақ мемлекетінің саяси және мәдени орталығына айналған. Тіпті Сығанақ өте үлкен әкімшілік және саяси маңызды стратегиялық қала болғаны белгілі. Сығанақ кейін қазақ хандарында бірнеше рет қалпына келтіріліп, орталыққа айналып, қайта жойылып кетіп отырған мәдени қала. Сарайшық қаласы. Сарайшық қаласы Жайық өзенінің бойында орналасқан, іргесі 10 ғасырда қалады. Ноғай ортасының орталығына айналған, өте үлкен сауда орталығы ретінде гүлдену деңгейіне жеткен. Өте көптеген хандардың орталықтары болды, Астана қызметін атқарды. Өкінішке орай 16 ғасырдың соңында Дон еділ казактары қаланы басып алып, тонауға ұшыратты. Қазіргі күнде Сарайшық қаласы қайта қазылып, зерттеліп жатыр, әлі күнге толық нәтиже берген жоқ. Және осы қаламыз ол Отырар қаласы. Отырар қаласы туралы айта берсек өте көп, өйткені Отырар қаласы бұрын Фараб деп аталса, осы Фараб қаласында білім қууды көздеген небір саяхатшылар мен ғалымдар өсіп, ой өрістерін кеңейткен орталық. Өнердің, ғылымның, қолөнердің, мәдениеттің орталығы болған тарихи қала. Тіпті Әбу Насыр Әл-Фарабидің өзі осы қаладан шығу кездейсоқ емес, өйткені Отырар қаласында жерасты кітапхана болған деседі.
Өкінішке орай Шыңғыс ханның 1218-19 жылдардағы шапқыншылығынан кейін қала тып-типыл етіп жойылып, жермен жексен болды. Тек қазіргі күнде тек орны қалды. Отырар қаласының атауы 8 ғасырдан бастап аталғанмен, оның тарихы тіпті біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырдағы Қаңлы мемлекеті кезінен белгілі болған. Өкінішке орай Отырар қаласы әлі де археологиялық зерттеу жұмыстарын талап етеді. Өйткені оның астындағы өте бай кітапхана, монша, медреселер деген сияқты үлкен нысандардың ашылуы біздер үшін қайталанбас тарихи жәдігер болатыны сөзсіз. Егер сіздерге бұл мәліметтер тиімді болған болса, пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, подписация етіп қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге пайдалы болғаным үшін әлі талай жақсы мәліметтер ұсынатын боламын.